Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тақырыбымыз өте қызықты. Араб тілінен келген сөздер мен араб тілінің қазақ тіліне ықпалы мен әсері. Друзья, на русском языке будет информация чуть позже, пока я буду разъяснять для казахоговорящей аудитории. Тема очень интересная. Влияние арабского языка на казахский язык и те слова, которые пришли с арабского языка на казахский язык. Не переключайтесь. Достар, бірінші араб тілі деген кезде ойымызға не келеді? Әрине ислам діні келеді, иә. Аталарымыз ислам дінін өте жылы қабылдаған, өте жақсы қабылдаған, және бұл тілдің сөздері біздің қазақ тілінде болу табиғи құбылыс. Себебі дін, тіл, бұл деген өте сондай жақын ұғымдар, иә. Қараңыздар, енді осы жаңағы қазақ тілі мен араб тілінде өте ұқсас сөздер көпті. Егер де сіз қазақшаны жақсы білсеңіз, онда сіз бүкіл түркі тілдес халықтардың тілдеріменен араб және парсы тілдерін оңай үйрене аласыз. Себебі көп сөздерді білесіз, өйткені бірдей да. Енді өзім білетін, жатқа білетін арабша бір дұға тілекті айтқым келіп отыр. Сол бір ғана сөйлемде 3 сөз арабшадағы біздің қазақ тіліне келген да. Мысалға, бұл дұға тілекті қай жағдайда айтады? Бұл дұғаны ең бірінші жаңағы жеміс-жидек пісіп, жеміс-жидекті қолыңызға алып, қыстан шыққан кезде, көктем мен жаз мезгілдерінде, сол кезде бір шүкір ретінде, сол кезде бір тілек ретінде айтсаңыз болады. Мысалға, арабша нұсқасы былай деп айтылады: Аллахумма кема арайтана ауаллаху фаарина ахираху. Осы жердегі соңғы 3 сөз ауаллаху фаарина ахираху араб тіліндегі қазақ тіліне келген әрине, әуелі, ақыры деген 3 сөз. Көрдіңіздер ме? Өте ұқсайды. Мағынасы: ей Аллам, әуелі дүниедегі осы берген нығметтеріңді ана дүниеде де, ақырғы дүниеде де, соңғы дүниеде де бізге беруді нәсіп ет, бізге жеуді нәсіп ет деген әдемі сондай тілек, дұға, бата. Друзья, я только что поделилась на казахском языке, объяснила то, что я знаю одну молитву на арабском языке. В оригинале это звучит Аллахумма кема арайтана ауаллаху фаарина ахираху. Почему именно эта молитва? Потому что конечное 3 слова ауаллаху фаарина ахираху звучит один в один с казахским языком. То есть ауаллаху это получается ауэля, изначально. Фаарина, арина, это получается арине, конечно. Ахираху, ахир, в конечном, в итоге, в последнем переводится так в зависимости от контекста. А что означает в целом эта молитва и когда это можно говорить? Это можно говорить тогда, когда вы первый раз пробуете, да, из спелых фруктов чего-либо, допустим, вишню или малину, берете, кушаете и говорите: о Аллах, дай мне этот фрукт, как даешь в этом изначальном, в этом мире, конечно, и на том мире. Получается, да? Аллахумма кема арайтана ауаллаху фаарина ахираху. Ауэля, арине, акра. Один в один. То есть вот эти слова корень имеют от арабского языка. И таких слов у нас очень много. Друзья, я к тому, что если вы знаете казахский язык, вы откроете дверь ко всем тюркоязычным языкам, также арабскому и персидскому. Сонымен қатар бізде білімге, билікке, заңға, немесе ғылым саласына қатысты өте көп араб тілінен келген сөздер бар екен. Дінге қатысты бұл өзінен өзі белгілі, иә. Сол сөздердің кейбіреулеріне тоқталайық. Друзья, очень много слов, которые у нас есть в сфере образования, имеют корни от арабского языка, также правление государства, также религии, но это само собой, да, понятно. Почему? Потому что когда арабы приходили, они открывали медресе и начинали обучать к письменности, к чтению. И многие слова, которые в сфере образования сейчас у нас, которые существуют, да, остались у нас как родные. Единственное здесь, если арабы произносят это как аль-муаллим, казахтар мы говорим мугалим, да, мы это переделали по-свойски.
На самом деле это специфика каждого языка. У нас, например, есть своя специфика, у арабов своя, у русских своя, да. Поэтому каждые вот эти специфичные звуки, они напрямую повлияют на озвучку, да, то есть мы озвучиваем по-своему некоторые слова, да. Оттуда и идут, возможно, и акценты, да. И эти слова в оригинале, конечно, они ассимилируются. То есть арабы говорят аль-муаллим, казахтар мухаллим, да, мухаллим. А теперь давайте рассмотрим заимствованные слова с арабского языка. Ктаб, калам, даптер, хат, мақала, мемлекет, үкімет, арыз, отан, әкім, құқық, әділет, дін, сауап, тәуба, жамағат, мешіт, мұнара, хақ, ақиқат, бісміллә, астапыралла, бәрекелді, амин, дұға, мұқтаж, уақыт, заман, сағат, жұма, ғасыр, мектеп, тағылым, тәлім, ғылым, ілім, мұғалім, дәріс, тәжірибе, ұстаз.